أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, Алла тағала баршамыздың, әке-шешеміздің разылығын ала білуімізді нәсіп етсін иншалла. Не үшін бұлай дедік? Кешегіде Өзбекстанға барғанымызда, түнгі уақытта үйге кірейін деп жатқанымызда, бір жас жігіттің киімсіз қыстың уағында мынау дарбазаның теміріне бүйтіп асылып тұрып, біреуге айғайлап жатқанын көрдік. Бір үлкен кісі үстінде курткасыменен сыртта жүр. Біреуге хабарласам деп жатыр. Ана үлкен кісіні ана бала бүйтіп жұлқылап жатыр. Сонда жанымдағы нағашыма айттым, ана балып ажыратайық дедім. Сонда ажыратпаймыз дейді. Не үшін ажыратпайсыз оны деген уақытта? Рамазан ол кісі, үлкен кісі, үстінде курткасы бар кісі, өзі жас кезінде, 20 жасар кезінде, әкесін де, шешесін де ұрып теуген адам, разылығын алмаған адам, қарғысына ие болған адам. Міне ана жас жігіт, осы кісінің баласы қайтар дүние болып жатыр деді маған. Менің кәдімгі ана жерде дырр ете қалды да. Бірақ сонда да барып ажыраттық. Не үшін? Оны Құдай ұрған шығар. Оны әке-шешесі қарғаған шығар. Оған қарғыс тиген шығар. Бірақ бізде иман бар ғой. Оларды тоқтатып, сол жерде тыныш болдық. Бірақ татуласпады да. Мен бұны не үшін айтып жатырмын? Қазіргі қоғамда анасына айғайлайтын, әкесіне ақыл үйрететін, әке-шешесін тыңдамайтын, адам орнына қоймайтын, өзі намаз оқыды деп әке-шешесімен араласпай кетіп жатқан көптен көп адамдар бар. Бұған дініміз де рұқсат бермейді. Әке-шешеміз басқа дін өкілі болса да, христиан болса да, немесе буддист, атеист болса да, біз ол кісілерге дұрыс мәміле қылуымыз керек, және де артық әңгіме айтпауымыз керек. Не үшін? Исра сүресінің 23 аятында Алла тағала тек қана маған құлдық жасаңдар, және әке-шешелеріңе дұрыс мәміле қылыңдар деді. Егер әке-шешелерінің біреуі, немесе екеуі сендердің алдарыңда қартаятын болса, оларға ауыр сөз сөйлемеңдер, фәлә тақул лахума уф, қойыңызшы деп те айтпаңдар деді. Енді ұсулға келетін болсақ, бұл мәселеде уф деген не? Қойыңызшы деген не? Қойыңызшы деген бір адамға, бір адамның жүрегіне зиян берудің ең төмен деңгейі. Әке-шешеге қойшы, сөйлей бересіз ба деп айту ең төмен деңгейдің өзіне айтуға болмайтын болса, әке-шешеге қарсы сөйлеу, айғайлау, айтқан істемеу, ұру, тебу, оларды қарттар үйіне алып барып тастау, бұның барлығы харам болып қалады. Қараңыз, біз әке-шешемізге не істесек, ол қайтып келеді. Кешегіде бір досымыз айтып отыр. Бұрын дейді, бір нәрсе сізде 40 күнде келеді дейтін еді ғой, дейді. Қазір 4 сағат болмай кіріп келіп жатыр дейді. Бұл да бізге қияметтің жақындағанның бір белгісі. Енді Құранға қараңыз. Исра сүресінің 23 аятында әке-шешелеріңе өф деп айтпаңдар деп жатыр да. Бізде мынандай мәселе бар. Егер менің әкем пәленші көкемнің әкесінен үлкен болатын болса, мен ол кісіні анасынан, шешеден балағаттай алады екем. Менің сондай правам болады екен. Астағфируллахил азим. Құрметті жамағат. Құран-ы Кәримде өзіңді туған әке-шешеңе сен өф деме деп жатыр да. Сіздің әке-шешеңізге даусыңызды көтеруге ақыңыз жоқ. Бірақ пәленші келеді дегенде менің анамды балағаттайды екен. Мен оның правасы бар ғой дейді екен де, бүйтіп үндемейді екен. Бұл жерде егер бір басымызды иіп атсақ, біз тілсіз шайтан боламыз. Анамыздың намысына, шариғатымызда бір намысты әйелге бір еркек жала жауса, және сол жаласын дәлелдей алмаса, бұл еркек 80 дүре жазаға тартылу керек. 80 рет ұрылады. Ал бізді анамызды правам бар деп, ана көкеміз балағаттап жатыр, мына көкеміз балағаттап жатыр да, біз көшеде еркекпіз, біздің намысымыз бар деп жүрміз. Права деген дінде жоқ. Бұндай салт дәстүр ешқандай ақылға қонымды емес. Егер сізге біреу балағаттайтын болса, бауырым, бұл әдетіңді қой. Мен сенің анаңды, әкеңді балағаттамаймын, бірақ Құдайдың алдында сен жауап бересің. Менің алдымда екінші, бұл нәрсені істеме деп сіз бенен біз айта білуіміз керек. Права бар деп оны қолданғандар қателескендер, және де үлкен күнә істеп жатқан
адамдар болып есептелінеді. Сұрақ туындайды. Әке-шешенің аяғын жуу керек, аяғын қалау керек, жағдайын жасау керек, жегісі келгенде алып беру керек, ішкісі келгенде де алып беру керек, кигісі келгенде алып беру керек, және бір жерге баратын болса, өзіміз алып барып, алып келуіміз керек. Бұл қызмет. Бірақ әке-шешенің деңгейі Алладан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан кейін келеді. Бұны да біз таразыға тартуымыз керек. Бұны не үшін айттық? Саад бин Аби Ваққас бір күні түс көреді. Түсінде қараңғыда жолын таба алмай жүрген болады, оянып кетеді. Сонда естесе түсінде бір нұр бар екен. Сол нұрға жете алмай жатыр екен. 3 күн осы түсін ойлайды ғой, не болды, не болды. Сонда өзінің досы болған Абу Бәкір радиаллаху анхудың жанына барып, Абу Бәкір, мен түс көрдім. Жолымды таба алмай жатырмын деді. Бұның белгісі не деді? Жүр деді, мен саған сол түсіңдегі нұрға алып барам деді. Барса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрсетті. Пайғамбарымыз дінді түсіндірді. Саад бин Аби Ваққас та ол жерде дінді қабылдады. Сонда бұл кісі кім еді? Бұл кісінің бір жалғыз анасы бар еді. Анасына сондай қызмет қылады да, біздің қоғамда жаныңыздағы достарыңыздан кім бар? Әке-шешесіне жақсы қызмет қылатын. Соның 10-15 есесі. Анасы тамақ жемейді, су ішпейді, анасының аяқ қолдан уқаламай жатпайтын болғанда. Сонда анасы бүйтіп отырды да, ей Саад деді, сенің дінің туған туысқандарға дұрыс мәміле қыл дейді ма дейді. Я ана дейді. Сенің дінің әке-шешеге бағын деп айтады ма дейді. Айтады ана дейді. Олай болса, егер сен бұл діннен шықпайтын болсаң, мен ішіп жемеймін, жұртта саған анаң сенің кесіріңнен қайтыс болды деп айтады дейді. Сонда Саад бин Аби Ваққас былай дейді, ана дейді, сіз олай демеңіз, мен сіздің қызметіңізді қылам, бірақ сіздің 100 жаныңыз болса, менің ислам дінінен шығуым үшін әрбір жаныңызды құрбандыққа беретін болсаңыз, мен бұл жолда да исламнан шықпаймын дейді. Ішіп жемеймін демеңіз, жеңіз ішіңіз. Мен мұсылман болсам да, сіз ислам дінін қабыл етпесеңіз де, мен сіздің қызметіңізде боламын дейді. Сонда Анкабут сүресінің 8-ші аят кәлимасы түседі. Бұл жердің аяттың басында өте керемет басталған. Әке-шешелеріңе дұрыс мәміле қылуларыңды бұйырдық дейді. Уассайна дейді, бұйырдық. Әке-шешеге мәмілені. Және жалғасады. Әке-шешелерінің құқығы болмаған, оларға рұқсат берілмеген бір мәселеде Аллаға ширк қос, ортақ қос дейтін болса, намаз оқыма шарқында, ораза ұстама, немесе хижаб киме дейтін болса, әкеміз немесе анамыз. Бұл мәселеде олардың ілімі және де бір күші жоқ дейді. Бұл мәселеде оларға бағынбайсың дейді. Яғни, әке-шешеге қызмет парыз. Әке-шешеге дауыс көтеруге болмайды. Әке-шешеге дұрыс мәміле қылу керемет нәрсе. Ал бірақ әкем келсе маған, Рамазан Құран оқыма десе, Рамазан діннен шық дейтін болса, Рамазан намаз оқыма дейтін болса, Рамазан қыздарыңа хижаб кигізбе дейтін болса, мен айтам, әке, ана, маған бүкіл мәселеде әңгіме айтыңыздар, мен дайынмын, бірақ дін мәселесінде бұл парыздарда, уәжіптерде, халалдарда, харамдарда сіздерге сөйлеуге Алла тағалаға рұқсат бермеген. Алла істе деген нәрсені бізге ешкім істеме деп, айта алмайды деп, дұрыс мәміледе айтуымыз керек. Мынаны біліп қояйық. Әкеге, анаға ақыл айтылмайды. Сұраса, бір пікір ретінде бұлай болса жақсырақ деп, бір мысал ғана беріледі. Алла тағала баршамызға екі дүниенің жақсылығын берсін. Біліп, білмей істеген үлкенді, кішілі күнәларымызды Алла тағала кешірсін.